kırıp biraz üstü aşağıda. Сымя қошу. Жылап машин. В общем, сендерге 3 емес 4 әңгіме айтып берейін деп. Бұрын в общем далада жүремін ғой. Далада в общем мен бүйтіп қаралып жейсің ғой енді жерден же. Қаралып жей салған едім, бүйтіп қараған едім, қар сап-сары болып тұр ғой. Немеге сап-сары болып тұрғанын білмедім, бірақ ше фанта сияқты болды. Ана Сулифа деген кукуруз хит болып жатыр екен ғой кәдімгідей ше. Ішінен ақша шығады деп кәдімгі біздің қазақтар кәдімгі 30-40 штуктарын алып бәрін ішін тексеріп көріп жатыр екен ғой. Біздің қазақтар негізше бірдеңеден ақша шығады десең кәдімгі до конца тексеріп көреді ғой. Ана бұрын білесіңдер ма, ана бір номер бар еді ғой, актив па, белайын ба, тиіммен қырсаң 500 единица шығады дейтін еді ғой. Соны талай істеп көрген біздің қазақтар. Ана джиннің ішінен, оның ішінен ақша шығады деп еді, оны талай істеп көрді, оның ақша шықпай, тек тұзы шығады ішінен. Енді мына Сулифа деген кукуруз хит болып жатыр екен, ақша шығады деп, ой, бәрін аватыр қайтер. Жұрттар сонымен бизнес істеп жатыр ма, білмеймін не істеп жатқанын ше. Шыға ма өзі, ап көру көреді. Аламыз ба? Мұнандай сары трәпкі бәрлі үйінде бар шығаршы. Бұның исі бар емес па? Әлемді алады ғой кәдімгідей ше. Қолыңа сіңіп қалады ғой. Біреумен амандасаң, соның қолында истер жүре береді ғой. Кейін бұл жарықтық нәрсеге жарай береді да. Шаң сүртіп кете бересің, столдың үстін сүртіп кете бересің, любой нәрсе сүртіп кете бересің ғой. Өткенде бір-екеуінен көрген машина жуып жүр ғой мен кәдімгідей ше. Осыны шығарған адамға мыңда бір рахмет айтамын ше. Исі болмаса негізі өте керемет нәрсе ғой. Исі кәдімгідей грипп болсаң мұрныңды ашып береді ғой. Мұнан исі бар емес па ше. Грипп болсаңыздар, осыны искесеңіздер жазып кетесіздер. Мен 2 күнде жазып кеткен осыны искеп жүріп. Білесіңдер ма, кішкентай кезде ең қорқынышты нәрсе не екенін? Кәдімгі тамағың ауырған кезде ше, мамаң мына қолына бинтті орайды да, қолын мына жерге дейін тығады кәдімгідей ше. Деп аққаның мамаңа қызықтырмайды да ше. Мына қолына бинтті орайды, йодқа батырады. Мына қақылдап кәдімгідей ше, сөйлемей жүрген тамағыңды бір басып кәдімгідей ше, ертесіне емдеп тастай салады ғой. Сол бір қолмен ше, саусағымен ше, тығып ше. Тығып аққанда діт қаптығымда ірің деген толып қаптығы ішше мұздай су тағы іш. Жейсің ба мороженый? Мороженый әкеп беріңдерші маған деп ше. Біз осы деп содан қашып кәдімгі аяушылық жоқ. Мұны жерге дейін кәдімгідей. Соны айтсайшы, солардың арқасында қазір ауырмаймыз ғой, мамалардың арқасында ше. Достар, сендерге ше, мектептегі армандарыңды орындап берейін да. Волейболный допты ешкім тебе болмайтын еді ғой. Қарасындашы былай деп. İstemedi. Armanlarını orundayın da senden.